Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үгілмелі қамырдан самса жасайтын боламыз. Өте керемет, өте нәзік болып шығады. Осы үгілмелі қамырдан, яғни песочный тестадан неше түрлі пирогтардың қамырларын жасасақ болады. Самсаға қажетті заттар: ұн, сары май, сметана, жұмыртқа және тұз, разрыхитель. Таза ыдысымызға електен өткізілген ұнды салып, үстінен сары майды саламыз. Әрі қарай видеодағыдай жасаймыз. Осылай шашыратып елейтін боламыз. Себебі ұнның арасына ауа кірсе, тестамыз өте керемет үгілмелі болып шығады. Қаймақ, жұмыртқа, разрыхитель, тұзды салып, иі қанғанша 10 минут илейміз. Әбден еленіп иі қанған қамырды 20 минут демалдыруға қоямыз. Міне осындай жұмсақ болуы қажет. Енді начинканы дайындай береміз. Туралған пияз, фарш қажет бізге. Фарш сиырдың етінен және тұз, қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып дайындап аламыз. Міне начинкасы дайын. Енді демалған тестамызды бірнеше бөліктерге бөліп жасай береміз. Мен бұл жерде көз мөлшермен 40 граммнан еттім. Үлкен самса жасадым. Ал сіз кішкентай самса жасайтын болсаңыз 20-25 граммнан өлшеп алсаңыз болады. Отбасыңыз үлкен болса, осы самсаның құрамын 2 есе 3 есе көбейтіп істей берсеңіз болады. Ешқандай қорықпаңыз. Бір жасағаннан идеальный болып шығатын песочный самса болады. Осылай салып, мен бірнеше түрін істедім самсаның. Осылай өрме самса. Өзіңіз қандай түрін ұнатасыз, сол түрін істей берсеңіз болады.
Міне біздің самсамыз дайын болды. Дайын болған самсаның бетін пленкамен жауып 10 минут демалдырып қоямыз. Жұмыртқаны ағы мен сарысын айырып, сарысына 2 ас қасық сүт құямыз және жақсылап араластырамыз. 10 минут өтті. Міне бетіне жағып, алдын ала 180-де 40 градуста пісіріп алатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Жұмыртқаны жақ болған соң пешке пісіріп ала береміз. Мен сәндік үшін кунжут септім, мак сепсек те болады. Міне самсамыз дайын, енді пісіріп аламыз. Өте керемет, өте үгілмелі, жұмсақ болып шықты. Сіз де осы рецептпен істеп, жақындарыңыздың рахметін алып жүріңіз. Ас болсын!